Ғұмырын қара еңбекпен өткізген жандар, есесіне қартайғанда бейнеттің зейнетін көрген қыстақ атамызды қуандықтар қызығып қарайды. Бір кезде одақтаныған сауыншы Алмагүлдің арманы. Қалмайтын кезбе және жайлы білгіңіз келсе, келесі аптада дәл осы уақытта кейіпкерді көріңіз. Еңбекке байланысты ғой. Еңбек етсең, емерсін дейді ғой. Жалпы халықтың бәрі бірдей емес. Ұқыпты адамдар малды ұстап арғата өркендетіп алып кетті дағы, ұқыпсыздары малды базарға сатты дағы, сонымен қазір кедейшілікке айналып отыр. Негізінен алғанда айтып еңбекке байланысты. Мен осы 8 бала тудым, біреуінде отпуск алып, не болмаса декретке шығып, не курортқа бар дем алмаппын. Еңбек етсең, емерсің, құландықтардың басты ұстанымы осы. Бір кезінде одақтанып омырауын орден жапқан шопан малшы сауыншы досында. Байқағанымыз, өздері қартайса да, қолдарынан қуаты қартаймаған. Көктемнің күніне қарамастан күн тұманды, құланның қара желі өңменінен өтеді. Bir замандағы Тортай бидің қыстағы, енді ақсақалдың немерелер қамына тұрғызылған демалыс кешені. Жоқ, ол ақсақалда ғанибет жоқ қой, тірлікте солай екен. Әлгі айтады ғой, кедей байға жетсін деген болады ғой. Әлде осы да арман бар, бірақ енді көп жағдайда дүниенің артық болып баратса, мынау ағайын туысқаның жарылға дейді. Құдайға тоғын, ағайын туысқандарына бәрін бөліп беріп жатырмын. Бұның кейін әлгі жәрдем беріп жатырмын. Кейіпкеріміз Қыстақ Дәулетов 70-тің алтауынан асқан. Өмір-бақи кеңшардың отымен кіріп күлімен шықты. Ұзақ жылдар агроном бас экономист қызметін атқарды. Бала болып 5 жасқа толғанда сұм соғыс басталды. Содан есейгенше ұйқы ойын күлкі тыс қалды. 5 жасында қой сауып тәулігіне майданға 50 кило ірімшік жіберіп тұрған кейіпкеріміз осы. Тәрбие беріп, қамқорлық жасап, тәрбие беріп, еңбекке деген қабілетін күн сайын үйрену өте қиын дейді. Ал еңбекке үйреніп алғаннан кейін, оның тастап кету одан да қиын дейді. Әкесі Дәулет 97-ге, анасы Гаухар 90-ға толып көз жұмды. Өзі де ғасырдан артық жасаймын ау деген сенімде. Қаннан бұрын мұндай күш-қуат қара еңбекке ерте араласқан қайратта жатыр. Жүр, мен саған айтайын. Міне, мынау жерде мынау біздің атамыз байды депкен, байдылдан тараған Шақшан деген ұры болады. Білдіңіз бе? Сырттан келген жанның көзіне оттай басылатыны мына қабырғадағы стенд. Жанұям менің тірегім деген фотоколлажға әулеттің бәрі сыйған. Соғыстың кесірінен мектеп табалдырығын 11 жасында аттады. Шүкір, кілбеспен тәмамдап шықты. Одан кейін статтехникум Қырғыздың мемлекеттік университетінде қызыл дипломмен аяқтады. Одақ кеңшар тараған соң білгір агроном үйінде қол қусырып отыра алмады. Қазаққа нан мен нәр беретін жер, қорқынышпен күдік ұялаған жеке қожалығын 97 жылы бастады. Қорқа-қорқа батыр болды бүгінде. Ауыл шаруашылығын айтар ақылы көп, қосар кеңесі жетеді. Мынау қияр дейміз, не дейміз, өте сезон кезінде өте көп болады дағы, базарға апарып тұрып, тегін паштесті береді, тегін береді. Егер де солтүстік облыстарға біз жіберсек, жаңағымыз дайындап кетеміз. Онда рынок кішкене бір тәртіпке келер еді. Мына жердегі өнімді бағасы сондай жоғары болатын еді, ана жаққа да тіпті жақсы болатын еді. Осыны мынау енді еске алу керек келсек. Өйткені барлық жерде заготовитель конторды ашып, содан барлық районда. Осы мәселе көтерілді. Барып алып кетсе, онда уверенно боламыз да біз. Жылыжайды облыстан алғашқы болып қолға алды. Онда да үміт пен күдік аралас. Енді 2 сотық жерден 3,5 тонна қияр алады. Сен барып, анау, нені, суды қосшы Тұрсынкүл. Тұрсынкүл апамыз да еңбекқор, ұзақ жылдар ұстаздық қызмет атқарды. Зейнетке шыққаннан бері демалудың орнына 2 қолға тыным жоқ. Қиярдың ортасын ойып жауқазын гүлін құлпынай сарымсақ отырғызған. Әйтеуір бұл жылыжайда бір түйір дән түсер жер бос емес. Мына ауылдың бірден бір кішкі жағдайында мына құс асырау. Өзімізге мысалы үшін базардан бір жұмыртқа сатып алмаймыз. Сондықтан жұмыртқаның барлығы өзіміздің тауықтар береді. Бұнсыз әрбір үйде ауылда осындай тауықтар болатын болса 20, 30, 40-қа шейін тауық ұстауға болады. Жерінде бәріне
ол да бір қосымша өзіміздің резервіміз ғой, қосымша резерв. Отандасқалы уже 50 жыл болды. 92 жылы осы жерге көшіп келдік. Мұны арада еш нәрсе жоқ болатын. Пайданы, елдің бәрі малына келетін былай қарай. Осы жерде жаңағы көшіп келгеннен кейін, приватизация қылып алғаннан кейін, содан кейін талдырып отырғыздырдым. Міне көріп тұрсыздар, міне яғыда сат, неше түрлі міне яқта үшістіп жаңағы золотое превосходное, оның барлығына күтім керек. Жаңағы Алматтан келген немерелерім демалсын, далаға келгендей болмасын деп, сөйтсем олар айтады, апа мен атаның саты біздегі Алматтағы ботанический сад деп. Қыста атамыз мына қыстаққа күніне бір соқпаса, көңілі көншімейді, кейіпкерімізді өмірі ертесейтті. Бар жоқ 6 жасында небәрі тәулігіне 3 сағат ұйықтап, майданға күніне 50 кило ірімшік жөнелтті. Тұрмыс мәжбүрледі, өмір ертесейтті. Давай, айдар шетіне көрейін. 2000 саулық бар, сол төл алу науқаны басталады. Қазір сақпаншылармен толық қамтамасыз еттік. Сонан кейін бір дәу қойдан бердім. Сақпаншылардың тамағы тегін 5 литр май, сосын кейін продуктысына 20 мыңнан ақша бердім. Ал енді сақпаншыларды жаңағы тиісті маманданған киімдермен қамтамасыз етеміз. Сонан кейін айына 45 мыңнан айлық әрбір шабан неге сақпаншыға. Олар негізінен 45 күн науқан жүреді. Соны күніне 1000 теңгеден айлығын береміз. Әккі агроном әрі есепші қария шаруа тетігін кесіп пішіп қойған. Жерге сенуге болмайды. Бір жыл өнім сәтті болса, келер жылы бармағыңды тістеп қалуың бек мүмкін. Мен 400 тоннадай шөп дайындадым, пресстеп тұрып әкеліп, 400 тоннадай. Шөбім қазір мына жайылымға байланысты қыс сонша қаттан болған жоқ. Бірақ мен қысқа осы ең жаман жағдайды ойлап келем. Мал өріске шықпай қалғанда шөп жететіндей болды, жем жететіндей болды, сондай жағдайға. Өйткені ол мен басымнан өткен жағдай колхозда әрбір 15-16 жылда бір қайталанып тұратын қыс бар, қатаң қыс. Сол кезде құм жақтағы, мойын құм жақтағы қойшылар таяқтарын ұстап бос қайтқан замандарда болған. Сол кезде бар шөпті жеткізіп те бере алмайтын жағдай болған. Армансыз адам жоқ. Біреу үйде жатып 5 тоқтын армандаса, кейіпкеріміз қой санын 2000-нан 5000-ға жеткізуді мақсат қойған. Ал ірі қара сойысмал. Қорада байлаулы тұрған жылқылар күз қымызхананың берекесі. Еңбекке байланысты ғой. Еңбек етсең, емерсің дейді ғой. Сол негізінен әйтеуір бұл жалпы халықтың бәрі бірдей емес. Анау жекешелендіру кезінде, мысалы үшін, мынау көрші қырғыздарға малдарын бәрін бөліп берген. Сол ұқыпты адамдар малды ұстап қалыптағы, ұқыпсыздар базарға сатып жаңағы малының бәрінен, елдің бәріне теңдей бөлінген. Тіршіліктің берекесі еңбекте екені бұл әулетті үлкен кішіге мәлім. Ата малының арқасында Алматыны жалпағынан басып жүруге мүмкіндігі жететін немерелер қолдары қалт етсе ауылға сығады. Аршын төс толы ордендер, тұрбастап Ленин тұлғасы. Сауыншы бүгін өренер Алмагүл атты жырбасы. Деп басталатын Алмагүл поэмасы жамбылдықтарға етене мәлім. Бір кездегі сауыншы, делегат, депутат, қазір жай ғана үйде тұрған зейнеткер апамыз. Бәлен жыл сиыр сауып, өз мамандығымды сүйгенім сонша, жаңағы сиыр сауғанда, сүтін тартқанда, әнімді айтып, сипалап, сиырмен сырласып, сөйтіп сауамда, өз мамандығым өзіме қатты ұнаған, сондықтан басқа жұмысқа бармай, тек қана осы екшілікпен осындай құрметке ие болып, осындай жақсылыққа жетіп. Хамза, дала жылы күн шығып тұр, сиырды сыртқа шығаршы балам. Сауыншылықтың арқасында депутат болған кейіпкеріміз енді ауданның құрметті азаматы. 58 жылы келін болып түскенде үйренген кәсібін 92 жылы зейнетке шығып аяқтады. Мен осы 8 бала тудым, біреуінде отпуск алып, не болмаса декретке шығып, не курортқа бар демалмаппын. Бір күн сиырдан қалсам, бір нәрсе үзіліп қалғандай болып, жүрегімнен кетпейді. Сол сиырды. Түсіме де кіреді бұл сиырлар. Сиырдың құпиясы, емшегін күніге сауғанда ең артқы тамшысына дейін сауы керек. Сиырды. Әйтпесе, сүт қалдырсаң мастит болады. Соның кейін сиырға келгенде айқайламау керек.
ұрмау керек. Сыйпап, емшегін ұстап, жақсы көргенде бала сияқты бұлар да біледі. Сиырдың 4 емшегін өзгеге саудырамын десе, бұл үйде келіммен жалшы жетеді. Қарт сауыншы қартайса да саусақ үйренген кәсібіне өз оралады. Қарасан келгір, хайуаны кеш хайуанда есін таниды. Алмагүл апайымыз депутат болып Мәскеуге еткенде, шалынан бұрын сауын сиырларға қиын тиді. Иіні сыздап тұрса да, кейіпкеріміздің халатын киіп, орамалын тақпаған сауыншыға сүт бермеген. Кейіпкеріміз ұзақ жылдар бойы 70 сиырды 3 мезгіл қолмен сауды. Тоққа қосылған аппарат бертін келе шыққаны белгілі. Үздік сауыншы ретінде аудан облыстан бастап Мәскеуге де барып қайтты. Құлан өлкесінен Монғолия, Үндістан, Пәкістан, Вьетнамдар алаған алғашқы қазақ осы. Мен оны çoğul жүріп шөп шабатымын. Ешек алдымен шөп таситымын. Өтіп баратқан сиырлардың артында тасып кеткен қағын жинап алып тезек жасайтымын. Барлық қиыншылықты, жоқшылықты да бәрін көрдік. Бейнеттің зейнетін көріп отырған кейіпкеріміздің жұбайы Райыл Ақсақал екеуінің кездесуі құдды романтикалық кино. Мен оны çoğul жүргенде, бұл кісі оны бітірген 2 жыл болды. 2 жас үлкенменен. Сонда фестиваль болды ауданда. Жаңағы қыздар өлең айтып. Сонда дәрігер қыз деген өлеңді айтып, алтын білезік деп берді, білезік тақты. 6-шы класста оқиды екен, кір жуып отырған жерінде барған, шешесі екеуі гүл беріп кеткен. Мен атпен келе жатқам ғой. Онда ауылдың жерде гүл жоқ. Мен жайлаудан келе жатқам. Мен өңкей қызғалдақ. Атым бозат ағат. Одан әрлік жеріне гүлді артып қойғам. Қап қызыл келе жатқам ғой, өтіп баратқам. Шешесі, жігіт, ондағы гүліңден мына қызға беріп кет деді. Тоқтап келіп беріп кеттім. Сонда бір көрдім, бірінші рет көрдім. Қызғалдаққа оранған ақ бозаттағы ханзада асыл жарын осылай тапты. Келін сиыр сауғанда алғаш енесінен үйренді. Иіген 4 емшекті сауып ешкімнен кем болмады, кең болды. 3 қыз 2 ұл өсірді. Маңдайы ашық, ажарлы әйелдің сиырды өз сауатына күмәнданушылар көп болды. Кейіпкеріміз құлағына тезек жағып талай съезге барған. Сыры кетсе де сынын кетірмей отырған саптаяқ. Алмагүл Роза бағынамынан тең келетін әншеді ғой. Розаның көп әндерін айтатын, барлық әндерін айтатын. Жайма шуақ көктемнің жасыл күні, бал бұлақтан естисің маң күлкіні, аспан асты бір саған құмыртқандай. Талай сиыр сауып, Қонаевтың қолын алған мына саусақтар сырт көзге сүйріктей. Әйтпесе сауыншының бет әлпеті мен қолында тыртықтан сау тамтық жер жоқ. Ашулы қарасан келгір мүйізімен талай түйреген. Сол Қонаев ұстаған қолыңызға қарасам, мынау сауыншы емес бір пианистканың қолы сияқты тегі. Әдемі күтілген. Монғолияға барғанда маған ешкім сенбей қойды. Сауыншым дегенім. Байрат деген фотокорреспондент бір апта жанында жүрді. Сол айтады, сізге ешкім сеніп атқан жоқ. Ана әбмен опытым болғаннан кейін алып келін ғой. Қаяқтан бұл сауыншы деп айтты дейді. Мен айттым, первайларын апыр көрсетеді, сиыр сауғанда. Сағат таңғы 4, жылы төсек тәтті ұйқы. Бәрін қиып фермаға барғанда сиырды көріп өзге дүниені ұмытады. Үнемі жүзі жарқын жан атамызды өмірінде бір рет қатысы баған. Балаларға да айқайлаған емес, ешкім айқайламайды ғой. Енді анау сиыр сауған кезде сиырдың 1 литр сүт үшін жылап тұратын. Бір рет мен бір бақ сүтін төгіп қойғам. Сол кезде чүт-чүт таяқ жоқ қойды. Бұқа шықпайды. Қойып, өш рет тұрсам, артына қаратым. Бақырда сүт жоқ, бұқа шықпайды. Өзгелер сүтті үйгірласа, Алмагүл апамыз қорадан сауып ферманың флягына талай қойды. Қазір сол еңбекке өзге емес, өзі де қайран қалады. Құдды Совет одағының кілті бұралған машинкасы іспетті.